Сәлеметсіздер ме? Бүгін Корей халқының тағамы пигоди дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысқа жылы су мен сүтті құйып, оның үстіне 1,5 шай қасық дрожж, 1 ас қасық қант саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Қант пен дрожж еру керек. Оны 10 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Енді ыдысқа ұн, 0,5 килограмм, тұз, 1 шай қасық және 1 жұмыртқа саламыз. Араластырамыз. Оның үстіне сүтімізді құйып, қамырымызды біріктіреміз. Қамырымыз біріккен соң, оның үстіне сұйық майымызды, 3 столовая ложка сұйық майымызды құямыз. Жақсылап тұрып қамырымызды елейміз. Қамырды 2 сағатқа жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Енді салмасына капустаны соломға алып тураймыз. Сәбізді теркадан өткіземіз. Пиязды майдалап тураймыз. Қызып тұрған майда пияз, оның үстіне фарш тартылған етіміз салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне тұз, бұрыш саламыз. Жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне сәбіз теркадан өткізілген кішкене қуырамыз. Оның үстіне капустамыз салып, жақсылап араластырып, 5 минутқа бұқтырып аламыз. Сәбіз, капусталарымыз қатты пісіп кетпеу керек. Жартылай піскен дұрыс. Мінекей, біздің салмамыз дайын. Енді ашыған қамырымызды аламыз. Оны шариктерге бөлеміз. Шарикті үзіп алып, оны бірінші ұнға ұнатамыз. Және шариктерімізді дөңгелетіп, бетін жауып қоямыз. Менен осы 0,5 килограмм ұннан 13 штук шықты. Қамырларымыздың бетін жабамыз. Шетінен алып, жайып, салмасын салып, түйеміз. Газға мантаваркамызды қоямыз. Мантаваркамызды майлаймыз. Түйілген пигодиларымызды қайнап тұрған суға сразу қоймаймыз. Мантаваркада пигодилар 20 минут көтеріліп тұру керек. Сонан соң барып газға қоямыз. Газда 40-45 минутта толығымен піседі. Мінекей біздің пигодилар дайын. Сәбіз салат дайындап қоямыз. Әрқайсысының жоғар жағын кесіп, оның ішіне сәбіз салат салып, үстіне соевый соус құйып шығамыз. Егер соевый соус ұнатпасаңыз, майонез, кетчуп қоссаңыз да болады. Тестосы өте жұмсақ, пушистый, воздушный. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Ас болсын, сіздермен бірге болған мен Тұрсын.